Дуаланған қыздың аянышты тағдыры елді жылатты. Каналыма қош келдіңіз, құрметті оқырман. Каналыма тіркеліп, әңгімемді толық тыңдап, ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызды білдіріңіздер. Бұл оқиға осыдан 6 жыл бұрын Семей қаласында болған еді. Өзім Семей қаласында студент болдым. Сол кездері менімен қатарлас ағайындарымыздың Сәуле есімді қызы оқыды. Сәуледей әдемі қыз көрмеген шығармын. Қор қызындай десем артық айтпаспын. Көркіне ісі сай қыз болды. Оқуда озат, бойы ұзын, талдырмаш қызды барлығымыз жақсы көрдік. Өзі сонымен қатар қылықты қыз еді. Ол студенттер жатақханасында тұрды. Анда-санда бір-бірімізге қонаққа барып кездесіп жүрдік. Бір күні ол маған қалалық Бауыржан есімді жігітпен танысқанын, ол жігіттің өз сезімін білдіріп жүргенін айтты. Өзіне сондай қатты ұнамайтынын да жасырмады. Мен өз ақбоз атты ханзадамды әлі кездестірген жоқпын, деп күліп қояды. Осылайша Бауыржан Сәуленің артынан қалмай, екеуі киноға барып, анда-санда қыдырып жүрді. Бауыржан ауқатты жанұяда тәрбиеленген, өз дегенін жасайтын ерке жігіт еді. Мен ауылға практикаға кеттім. 2 айдан соң келсем, Сәуле мүлде өзгерген, өңі де солғын. Байқағаным, бұрынғыдай сабаққа белсенді емес. Тіпті қыздармен қыдырып, арақ ішіп, темекі тартатын да шығарыпты. Өз көзіме өзім сенбедім. Кейде қарадан қарап отырып жылайды. Өзіне не керек екенін түсінбей айта алмайды. Жылай береді. Жүрегім мүлдем басқа адамды іздейтін сияқты, бірақ Бауыржанның артынан еріп жүре береді. Құдды бір жансыз қуыршақ сияқты. Өзі қатты жүдеп кетті. Меңзең күйде жүреді. Жылайды, айта алмайды. Ал анау Бауыржан Сәуленің қасында жүргеніне мәз. Осылайша күндер өтіп жатты. Сәуленің қылығын үйрене бастағандаймыз. Бір күні Сәуле мерекелік демалысқа ауылына кетті. Артынан Сәулені ауылда өзінен 7 жас үлкен Азат алып қашып кеткенін естідік. Азат ауылының беткес ұстар азаматтарының бірі. Университет бітіріп келгеннен соң ауылда бизнес ашып қалып қойған еді. Жігітке тән қасиеттері көп Азатты бүкіл ауыл сыйлайтын. Азат Сәулеге мектеп қабырғасынан ғашық болған еді. Негізі Сәулеге де ұнайтын еді. Сәуле мен Азаттың үйлену тойы өткеннен соң Семейге көшіп келді. Бірақ Сәуле бұрынғы ауруынан қайта көшті. Жылау, не керек екен айта алмай жылайды. Ештемеге зауқы жоқ, жылай береді. Таныстары Сәулені бақсы балгерге көрсету керек екенін айтты. Өйткені дәрігерге де, психологқа да барған, еш көмек болмады. Бір күн Азат көпті көрген ақылды жігіт қой. Сәулені мектеп жетектеп бір сыған әйеліне алып барды. Сыған әйелі Сәуленің бір жігіттің дуалағанын айтады. Бауыржанның суретін тауып сыған әйеліне көрсеткенде, сыған бірден осы жігіт деп көрсетеді. Азат, қалаған ақшаңды төлеймін, тек қызды дуадан құтқар дейді. Келесі күні сыған әйел бөтелкеге бір қағаз орап салып, жас қабірге апарып көм дейді. Азат айтқанын бұлжытпай орындайды. Шынымен де ақырындап Сәуле есін жинап, жылауын қояды. Ақырында оңалып, қазір туысқан қызым 4 баланың анасы. Бақытты отбасының ұйытқысы болып отыр. Сәуленің айтуынша, сол кезде өзінде елге айтып түсіндіре алмайтын бір түсініксіз жағдай болған. Азат болмағанда Бауыржан сияқты эгоист, әлсіз жігіттің құрбаны болып кетер ме едім?
кім білсін. Бауыржанды сол күйі көрмедік. Негізі Семей өңірінде татарлар көп. Сол кездері бірге оқитын татар қыздары жігіттерді өздеріне қаратып алу үшін сол татар кемпірлерге барып жүретін еді. Оларға ол үйреншікті істей ұялмай ашық түрде айтып отыратын. Мектеп жасындағы қыздарды солай жасап жүргенін көргенім бар. Тіпті бір жігітті емес, бірнеше жігітті өздеріне қаратып алу үшін олар оп-оңай сол татар кемпірлердің үйіне қарай тартатын. Алла сақтасын.